21 сөз. Аз ба көп пе адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын. Біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзіне өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесем деп азаптанады. Екінші мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін. Әрдайым не түрлі болса да, десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтықтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді. 22 сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өзі малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, 100 кісіге қорғалақтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп. Ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырда емес, мырзалықта емес, өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттығылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтіремін деп мырза болып жүр. Кейбіреуі бір жеріне құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қолық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлікте жайы бар. Енді қалды қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс-билер тұра тұрсын. Енді, әлбетте амал жоқ, момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп бергенімен жағалмай, жарымын беріп,
жарымын тыныштығымен баға алмай, ұры, залым, оларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. 23-ші сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы, елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады, айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма, жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдыңда неше ат бар деп сұрар, артыңда неше ат бар деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзі жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп пе, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме, жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер біле тұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп кісі жолаушының бәрінің аты арғаны жақсы ма? Жоқ, жармысы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтқаны жақсы ма? Жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңда сасыта бер деп пе? 24-ші сөз. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар, 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қылып, өнерді малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой. Бірін бірі құртпай, құрымай тыныш таба ма? 25-ші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Оның үшін бұл жер дарул харап. Мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашапшымызге малдың тапшылығы ма? Ағайынның араздығы ма? Уә әртүрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикмет де, мал да, өнер де, ғылым да, бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын,
ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майырдың күлгені керек деп бір жері ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылыми өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңсам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мені көріп, және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық кісі шыға алмай да тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше, баламды солдатқа беріп басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейліп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасыменен оқығанға әрең оқытады. Өз малы не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаңда орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетер ме, өзі рахат көрер ме? Яки жұртқа рахат көрсетер ме?